Қазақстан Республикасының антиқор қызметінің төрағасы Асқат Жұмағалиұлы Жұмағалиевсінің атынан хабарласып, маған мектепке ішімдік ішіп келген Кайфов Мадир Үсенбековичті жұмысқа қайта алыңыз. Ғани Бекаевичке қоңырау шалып мазалағым келіп тұрған жоқ. Одан да ең тынышы өзара келсек деп қоңырау шалды. Шетелге за граница. Сол інім жөнінде білейін деген не себептен осы жылға дейін жұмыс жасап келіп аяқ астынан жұмыстан шығып кететін. 52 статья 10 пункт бойынша сол жерде ішіп келген. Сіз аты жөніңізді естімей қалдым, дұрыстап айтыңызшы қайтадан. Нақты шешімін шығарған. Сіз аты жөніңізді дұрыстап айтыңызшы, мен естімей қалдым. Асқат Жұмағали, Асқат бар есімі. Иә. Өзіңіз представить етсеңізші. Руководитель антикоррупционной полиции деймін. Иә, тыңдап тұрмын енді. Сол мен інім жөнінде білейін деп тұрғаным, інімнің не болып қалды, не ситуация, қандай жағдай, 52-ші бап 10-шы тармағымен қозғап отқаныңызды білемін. Соған соответствие жаңағыдай шара қолданған полиция 102-ге келді ма, мен соны білейін дегенім ғой. Өзі бас тартты, мен 102-ге шақырдым. Қалай шақырамын мен өзі бас тартып отырған адамға? Жоқ, бас тарт, ол құқығы бар адамға бас тартады, 102-ге келе ма, келмей ма, неге сіздің тарапыңызда ол бас тартты деп аяқ астынан никакой доказательство. Мен оны қалай қыстаймын, үлкен кісі, үлкен азамат. Мен оны қыстай алмаймын ғой. Сіз неге бармаймын деді, шақырмай-ақ қой деді, атымен керек емес деп түсініктеме жазып берді. Мен акт составить еттім, әкімшіліктің жиналысына салдым. Дискомиссия салып отырсыз ғой, әкімшілік комиссия, дискомиссия. Бізде дискомиссия деп айтылады, сізде енді әкімшілік қой. Енді ол өзінің несінде жазғанда қалай жазып берді сізге? Бір стақан арақ іштім, перегармен келіп отырмын жұмысқа деп жазып берді. Бір стакан арақтан перегар шықпайды ғой. Енді мен бір стакан маған солай жазып берді, бір стаканнан перегар шықпайды, аны өзі әрең сөйлеп отырған адам ғой. Понятно. Жанерке, былай ғой, енді сіздер мұғалімсіздер, директорсыз жаңағыдай, балаларды оқыватсыздар. Енді менің бір өтінішім, енді мына Мадиарды қалай да болса да енді заводшы қылмасаң да, оны енді басқа жерге жұмысқа алмай қалады ғой по жизни. Ол енді мұғалім болып жасап келген. Сіз бір шешімін шығарыңызшы сол жөнінде. Менің өзім тарапынан қандай көмек керек, Құдай сақтасын, жамандық болмасын. Любой жерде қол ұшымды, көмегімді бере саламын сізге. Любой жерде. Мен просто қазір министр Ғани Бекаевичке соғып отқан жоқ, манияқты мен братишкам жұмыстан шығып кетті деп. Кішкентай мелочь нәрсе енді өзім қолынан келеді ғой жалпы. Ол статьямен кеткен адам, мен қалай бұйрығымды өзгерте аламын? Мен бұйрығымды өзгерте алмаймын. Жоқ, бұйрықты өзгерткенде енді сіздің қолыңызда ғой жаңа шешім. Жоқ, өзгерте алмаймын, бұйрығымды өзгерте алмаймын. До конца дейсіз, да? До конца бұйрығымды өзгерте алмаймын. Сіздің жолыңызды кесті ма, қалай? Сіз өзіңіз жақында келіп отырсыз ғой да, сол жерге барып, директорның орнына. Иә, жақында келдім. Жұмыс барысында барлық нәрсені кешіруге болады. Тек арақты кешірмейсің. Арақты никогда кешіруге де болмайды, оның жауабы да жоқ. Жаңағыдай ішіп келіп, одаймас келіп, перегарды сездіңіз ба сіз? Әрине, перегарды. Жоқ, енді перегар сезгенде неге сіз 102-ге шақырмадыңыз? Өзі рұқсат бермеді ғой. Осы бас тартса, мен оны қалай қинаймын? Сіз шақыру керек, 102 шақырып, сол жерден как положено, законно, өзіңізге проблема болмайтындай әдемі шығарып салу керек. Менде проблема болып тұрған жоқ. Өзі бас тартқан адамы мен қалай заставить етемін, үлкен ересек адамды. Не қыламаймын ғой, заставить ете алмаймын ғой. Осындай жылға дейін жұмыс жасап келеді, и бақ дейсің да, уволили, да, просто так. Просто так емес қой, 52-ші статья ғой. Просто так болып тұрған жоқ қой. Ойдан шығарып отырсыздар ғой оны, 102-мен, 10-мен, тармағымен қозғап. Сіздер ойдан шығарып отырсыздар. Қалай мен ойдан шығарып отырмын? Жоқ, егер менің ұсынымыма қанағаттанбайтын болса, сотқа жүгінсе болады. Мен ештеңе айта алмаймын. Жақсы жүгінсін. Зачем ругаться, Жанерке? Өзіңіз ойлап қараңызшы. Мен сізге артық нәрсе демей-ақ қояйын. Мен сізге артық нәрсе демей-ақ қояйын. Сотқа жүгіне берсін. В общем, осылай сөйлестік та? Жақсы, аха, сау болыңыз. Жарайды, хорошо.